Бала күнімде дәл осы тортты құстың сүтінен дайындалады деп ойлайтын едім. Сөйтсем ол былай дайындалады екен. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап миксерлеп аламыз. Қантымыз ерігенше, содан соң үстінен какао, разрыхлитель және де ұнымызды қосып, барлығын бір келкі масса болғанша араластырамыз. Бір келкі масса болған соң майымызды құйып тағы да араластырамыз. Содан соң қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Содан соң желатинге су құйып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Жұмыртқаның ағуызын миксердің ең төменгі жылдамдығымен 2-3 минут миксерлеп аламыз. Содан соң ақ көпіршік болған кезінде қант ұнтағын аз мөлшерден қосып, тағы да 10-15 минутта миксерлеп аламыз. Мінекей бізде осындай созылмалы масса шықты. Дайын болған желатинді 1-2 минутқа микроволновкаға салып ертіп алып, содан соң ақуызымыздың үстіне құйып, бір келкі масса болғанша, барлығы араласқанша араластырып аламыз. Суып тұрған бисквиттің үстіне пропитка үшін сүтімізді құйып шығамыз. Менде үйдің сүті болғандықтан осындай қаймақтармен бірге шықты. Бисквиттің үстіне ақуызымызды құйып, бір келкі етіп жайып шығамыз. Үстіне пищевой пленка кигізіп 3-4 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Қазақстан шоколады мен сұйық майды біріктіріп, микроволновкаға 10-15 секундқа салып аламыз. Содан соң бір келкі масса болғанша барлығын араластырып, дайын болған тортымызды холодильниктен алып, бетіне шоколадымызды құйып шығамыз, бір келкі етіп. Содан соң қайта холодильникке 10-15 минутқа бетіндегі шоколадты қатырып алу үшін тағы да бір рет салып аламыз. Осымен біздің птичье молоко тортымыз дайын. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Дайындап жасап көріңіздер. Өте нәзік болып шығады және дайындалу жолы да өте оңай. Менің каналыма тіркеліп, егер де осы жасаған тортым ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әрқайсыңызға өте қуанышты боламын. Келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар.